Алтынбег'in so'nggi жұбы. Бұл Түркістандық Бекарыспенен Аралдық Шымбергеннің айтысы. Шымберген Сүлейменов, Бекарыс Шойнов. Ерлері ел даузына айқаяқау қараталған, тапқанын жақсылыққа жараталған. Ассалаумағалейкум ас берген ел Ақшатауға аттанып Алатаңнан. Зарығып осы айтысқа жеттіңдер ме? Адамдай 6 айдан соң жалақы алған. Топқа түсіп отырмын тәуекел деп, мәкелеген ұлыңмен балапаннан. Қызығыңды бөлісіп көбейткелі, жолға шықтың киелі Қаратаудан. Арқамды бір қоздырып қайтайын деп, Аралдың жұрт соққан алақаннан айқаяға. Шымберген аманбысың иық керген, ішіне қанша сөзді түйіп көлген. Әр ауылда айтады өлеңіңді, беделің көрініп тұр биіктерден. Ақшатауға үй тігіп бүгін ғана қауышып қайтыпты ғой сүйіктелмен. Атасының асынан қалмаймын деп аса қымбат тойларын қиып келген. Сөйлесе жарасады шайырын ақты, қызықтан Құдай бізді айырмапты. Асағынды асаба болғандықтан жұрт сен жайлы көп нәрсе пайымдапты. Мен келмей қалама деп қам жемепті, сен келмей қалама деп уайымдапты. Ал енді Шымбергенге сөз берейін, ақыры Аралыға кеп қайырлапты. Атасының тойына көрейікші, қаншаға батал сөз айындапты айқаяға. Ай, бұл бәкен кезек берді, мақтап болып. Мен де отырмын саған бір ой таппақ болып. Залды қалқымыз ысытыпты, қанша жерден көрермен қаптап келіп. Мен айтып отқанымды біле алмаймын, халық отыр қайта-қайта таптап беріп. Ал бала тездетіп кел, тездетіп жүр, микрофон дегенді оқтап беріп. Шапан шешіп Бекарыс сен келіпсің, мына жердің ыстығын аптап көріп. Неге шешейін отырайық, екеуміз біз Ақұдайдың елінде әппақ болу ай. Ал құласты жылдап күткен, айлап күткен, маған ыстық көрінер бұл аймақ тіптен. Атасы абыз, анасы аңыз болған, амандасып алайын айбат жұртпен. Қазаннан құт малынан сүт кетпеген, теңізден де үмітін жайлап күткен. Осы аралда туылған бір ұлыңым, құмында жалаң аяқ ойнап кеткен. Осы жерде достасып балалықпен, осы жерде қоштастым бойдақтықпен. Ау, ел сыйлаған елеулі ер аман ба, халық қамын ойлаған қайраттықпен. Балықшы қауымдарым армысыңдар, ағайдының бетінен ойнап күткен. Көлдегі сазанның да құйрығынан ауыртпай шаншымен жайлап түрткен. Ау, мал баққан маңғаздарым армысыңдар, еміреніп езуінен қаймақ түрткен. Өрісіне қозылақ тайлақ біткен, қымыранмен қымыз ішкен, шайнап құртпен. Мұғалімдер армысын жаңа оқу жылының құлпын ашқан тайпақ күтпен. Ау, қонақтар армысыңдар елге келген, құрметіне сайлап бұл жайлап күткен. Атамның ұрпақтары армысыңдар, басына Ақшатаудың ей байрақ тіккен. Ал
қалжының бар, ойының бар. Не айтсаң да көтерем бүгін енді, әзіліңді көтерер тойылың бар. Сен он ақынның ішінде жалғыз түйір жақайым болсам қандай айыбым бар. Ау, құшақтаймын десеңдер қойыным бар, пышақтаймын десеңдер мойыным бар. Ауыздықпен алысып мен кетейін, кеп жатса қолдарыңнан қайырыңдар ай. Ау, естушем біздің елді өскелем деп, бұласқа ағайын мен дос келер деп. Жақайым атасына ас берді деп, алыстан жақындардан көш келер деп. 3-4 жыл айтысқа шықпай қалып едім, жүредім, енді қандай көш керем деп. Жүрсін ағамда жерлес топ шығып жатыр, енді менің қорқатыным ештеңем жоқ ай. Ай, бегарыс емес аты бегарыстан. Бегарыспен кез олдау мен алысқан. Келе салда салды ғой өзіңменен 3-4 жыл келіп едім демалыстан. Көңілімді кетіп жатсың шырға бөлек, сөзіңнен төгіліп тұрған сырда бөлек. Міне менің жерлесім шалқып отыр, қошеметін естісем нұрға бөлек. Арыстан мен айтысқан не тәйірі, халқым отыр көңілімді жырға бөлеп. Иесі қасында тұрып айтақтаса, мысықта арыстанды тырна бөледі ай. Ал кермен қалай енді мақтанбайын, дегендеп қалай жырда ақтармайын. Бабамызға ас беріліп жатқан кезде несіне шаттық бойлап шаттанбайын. Кезегіңді ал енді бегарышжан, бір сөйлесем деп отырын тоқталмайын. Шамал айтып кезекті өзіме бер, байланыстан тыс жерде боп қалмайын ай. Шыққаннан соң әділ елдің, қарасын жалпақ жұртқа тәлім ердің. Жігіттерің келді де көмектесті, микрофон шықпайды деп шағып едің. Таптабыстық қылды дейсің, себебін сұрамайсың нағып оның. Қарсарайға халықты қамадың кеп, сол жағыма өзімде әбігермін. Елдің бәрін бәйгеге қосатындай, қамау терін алдың ау қалың елдің айқаяға. Түсінетін ағамсың ғой, демеймін сөзге туар жамансың ғой. 3-4 жылдай айналып қайтып келген, ағаңның тағдырына алаңсың ғой. Қайтқан малда қайыр бар дейді қазақ, мал балға қарағанда адамсың ғой. Шын берген жұрт біледі беделіңді, сеземін әзі сөзге шеберіңді. Сыртегі естіп қалдым мына жұрттан, бәйгеге ат қосамын дегеніңді. Бәйгеге ат қосқаның аз болғандай, айтысқа кеп көрсеттің өнеріңді. Аламанға ат қосу айып емес, Алла жазса аларсың керегіңді. Ал талашқа атағың шыққан кезде, атыңмен жағаласып не көрінді айқаяға. Ай, ай, ай.
Сескенбен сенің салған ат ойыңнан, аулақпын ережеге жат ойыннан. Еліңіз қолдан келсе көмек берер, тегіңіз болғаннан соң жақайымнан. Бірақ аға сен менен жығылып қап, жаза тартып жүрмегін ағайыннан. Намысыңды жықтың деп ағайындар, сүйреп тастап жүрмесін пақайынан айқай ағай. Ал сөзіңе назарымды аударамын, санамайын достардың жауға бәрін. Қалайық қалың елдің құдығынан толтырып алсын жырмен қауғаларын. Жаңағы сөзіңізге берсем жауап, орнатпайын сөзімнің саудаларын. Қайтқамал дегеніңде шаруам жоқ, білемін қайтып шапқан жау жаманын ай. Ал келгенде аударысқа, ақтарысқа, жетем деп келген жоқпын көп табысқа. Балам кетті Семейге жарыс үшін, ол бізден ұзап кетті қатталысқа. Өзім түсіп отырмын бұл айтысқа, ертең атым дайын тұр ат жарысқа. Баяғы жақайымдай асыл бабам мен секілді бойда боппа қысқа. Жақайым қандай болды десеңіздер, мені көрсетіп жүріңдер мақтанышқа ой. Ал айтайын еліміздің нарқасқасын, бекарыс тамырымызды дәл басқасын. Кешегі би мен шешем болған сартай, астарға қоспап беді шалғасқасын. Сөзіңнен естіп отқан байып бар ма? Ат қосты деп бұл бекең айыптар ма? Сегіз қырлы бір сырлы болып жатса, жігітке оған салар айып бар ма? Ау айтатын кезегімнің келді өлеңі, шынында маған жақтас ел дегені. Бақайымнан шығарып тастап жатса, қайда оның туысқан ел дегені. Анда-санда сағынып келген кезде сол мен ішін бергеннің көрмегені. Біреудің көкпарға ат сенді ұстайсың, тақымына көксерке өңгереді. Аударғың келіп отса мына мені, бәйгі ұстаған жетіп көр, енді мен ауай. Қош келдің дейміз Бәкет Түркістаннан, біздің жақта ас беру үрдіс қалған. Айтса жеңесің жұрттың бәрін, алмайсың айтыстағы Шыңғысханнан. Беке саған көзімденді, менің де шарықтайтын кезім келді. Әр сөзіңе жауап беріп отырғаным, мінекей барлық халық көзім көрді. Енді менің қайнаған қазан құсап қақпағымды лақтырар кезім келді. Жеңіп кетіп жүресің кір айтыста, бұл өзі сұр айтыспа, түр айтыспа. Шыңғысхан дегеніңе масаттанба, қандай жау тап келеді бұлай тұста. Шыңғысханды да білесің ажал жеңген, жеңілмейтін шара жоқ бұлай тұста.
саған сауал қояйыншы, асына кеп жатқан түгел алашым бар. Ақшатаудың басына бір бармадың, бармағанына сенесің нанасыңдар. Бір жерге би мен ханның асына барсаң, гүл шоқтарын қоюға барасыңдар. Жақайым атам солардан кембе еді, неге бармай ел қосшақта қаласыңдар. Арал жаққа барғанда үйіңдегілер не көрдің десене деп барасыңдар. Шын берген әр сөзімді бос өтпейсің, ізет қып алдымды да кес өтпейсің. Барлық жердің бәйгесін жинайсың деп, дүние сонша нені шешеттейсің. Сен менен астаппайтын көрінесің, ол жағын неменеге өсектейсің. Шөмішпен құйғандарды санамайсың, қасықпен жиғандарды есептейсің. Сен бізде еренжедің ергенесің, бабама бармадың деп шерленесің. Ақшатаудың басына қалай барам, өзің күтіп алуға келмегесің. Жүрсін ағам барыпты Ақшатауға, оның жайын айтайын елге сосын. Шын бергенді ол жерден көр алмапты, көлеңкіздеп кетті ме терлегесін. Жүрсінге шай беруге жарамапты, бекарыс осы жарын термелесін. Жабықайды деймісің бекарысты, жүрсінге бір шайнек шай бермегесін. Айқай бұл жерді дей алмаймын, бос қатау ғой. Біздігі сіздігінен бас қатау ғой. Пойыздан бір директор күтіп алды, байқауымша ол кісі жақсы адам ғой. Жат дегесін үйінде жата бердім, менен гөрі үлкенде ақсақал ғой. Қасында кесенесі жоқ демесең, директордың үйі де Ақшатау ғой. Айқай айдаланып, мен де қалдым бір түрлі ойға қалып. Сені басқа жігіт деп есептеушім, нең бар еді Ақшатауға шайға барып. Мені ешкім көрген жоқ дей алмайды, бұл жағында ағайын ойланалық. Сен де отырсың қасымда, бекарысау тапқан табысымды есептеп тойға барып. Сол жерде арнау айтқан мен емеспен, келген құрметті қонақты жайлап алып, батасын алып келдім ағаш үйден, әбжәміл атамды жайлап алып. Ау біздің ел қалай енді арман емес, қонағын жайсыз күтіп алған емес. Қандай қонақ еліме келген кезде ықыласына кімнің көңілі толған емес. Шынында жаңа шыққан 8 ақын олардың ешқайсыда барған емес. Ой түйесің ағайын одан қалай, жүргенді жақсы көрем оңайламай. Көргенді айту керек, ақын деген халықты өйтіп бүйтіп көп алдамай.
болмас бүлгіні, түспесін енді жырғыны. Ай, ақша таудың ыстық аужан тағы менен жыңғылы. Атамыздан тараған жаман ағылы Шыңғыстай, Жақайым деген бабамыз көрсеткен көпке үлгіні. Ай, сол атамнан тараған ағыс көгіс ақбура тоқбура деген төрт ұлдың кесілген дейді ау кіндігі. Тұрлыбай ханды кім білмей, Қайғаннан кем дейді кім мұны. Бәйімбет құл мен Жылқайдар Жылқаман менен Тұрлыбай жауына сұққан сүңгіні. Байжан құрым Байсалбай билердің болған білгірі. Ой, 300 түгел таниды жетеспейді тілдіні. Мың бала ізіне ерткен Қартай биден қалған ғой Аңырақайдың да қырғыны. Болған жағдай бұлдағы аңыз деп жүрау бұл күні. Рамберді мен Қосыбай кім білмейді мұндай пірліні, Аллаға болған құлдығы. Ой, Нұрмағамбет Нұртуған жаңа берген Естенбек елімнің болған дүлділі. Айтпақшы Қыз-Жібек апамның осы жерде естілген шолпысының даусыңғыры. Әбжәміл атаммен танылған Тарлан теңіздің тірлігі. Құлақта қалған әуені кешегі бекзақ ақынның домбырасының күмбірі. Ай, оңталап ақын шығарған талай елде құндыны. Бүгінде жүр жыраулар Берік ағам Жүсіпов демеуменен Айбектен жыр түрілген жырдың түндігі. Ал Илмира менен Набаттар болады кен сыргүлі. Бұл жердің ән боп шалқиды баласының да бұлдыры. Тарқаттың туған елдің шежіресін, шын берген тағу қиын сөзіңесін. Арнауын тыңдай берсең бұл ағамның абызбен сөйлескендей сезінесің. Біздерге болсын сенің оңға бағың, барлығы бірдей емес жолдаманың. Алдың күні келіп Тәшкен жақтан, сол жайында кішкене толғанамын. Жақай бабаң сол жақта жатқан жоқ деп, Құдайдың тірлігіне бармамалың. Сен мені Ақшатауға бармадың деп, ел арысты бекерге қорламағын. Барлығың бер жағыңнан қайтып келдің, басынан келіп тұрған мен ғанамын айқаяғы. Болмасын бірін-бірі талағандай, шын берген ілтипатпен қарағандай. Нұртуған Нұрмағамбет секілденіп, байыпты сөйлеп отсың бабалардай. Қара сөздің қаймағын қалқып алған Әбдіжәміл ағаң бар қаранардай. Бұл елдің қаймақтарын тере берсең, сірә кімнің жүрегі дауалардай. Айтбай Көшербаев ағаңыз бар, қандай ауыр іске де жарағандай. Қазақтың жақсысы мен жайсаңының жартысы Жақайымнан тарағандай айқаяғы. Бабамнан мұра болған есіл өнер, көсіліп қызыл тілім шешіле көр. Атасына ас берген осындағы
жалпақ елдің мерейін өсіре көр. Аздыгем алдарыңда айтыс қылдық, артығы болса халқын кешіре көр. Жаратқан жақайымның бар жұртына тасыса таусылмайтын несі бер айқаяғы. Ташкентте жатыр бабам ел білгенге, бармадың деп сынайттың шын бергенге. Сенің басынан келгенің дұрыс болды, ол жағын ойланбасам мен мүлдеде. Бабам байғұс сол жақта қайтыс болған, Түркістанда азат етем деп жүргенде ай. Ай осыма бекеннің бұл тыңдағаны, аздық етпес әрине жырлағаны. Сен тұрған жерді қорғап сонда жатса, сен бармасаң ол жерге кім барады ай. Ау жігітсің меніменен өнерді өскен, жігітсің құйма құлақ иманы пәк, сұлу асыл сөз сұлу мақам кемел дескен. Жылдығасын жинаған құмырсқалай бойыңа өнер білім шебер көшкен. Жаралған жаның оттан жағым шоқтан, жартасты да жыл деген жебең тескен. Ау өнердің төл перзенті өзің едің, туғанда кіндігіңді өлең кеткен. Ақын деген осылай елінің қамын жоқтайды, әкім деген ағайын ел сенімін ақтайды. Біздің елдің әдеті сырттан келген қонағын сарымайдай сақтайды. Арасында айттым әзілді, айып етпе бекарыс, қытығына тимесең құмырсқа да шаппайды. Ау қалмайық өнер көшінен, мол болсын дедің несібен. Жақайым деген әрқашан жүрекке жаттар есімен. Тардай тассын деп жатыр бақпенен ырыс несімен. Өзіңе кезек берейін арнауды қойып, осымен Сүйегі жігіт едің асылдары, болмайық мына жұртқа масыл бала. Арнауды да айттың ғой, толғауды да, жетедіғын бірнеше ғасырға да. Айтыстан 3-4 жылдай алшақ кетіп, ішің толып қалыптау есіл бала. Мен саған жат емеспін, өлкелеспін, ара жігін ашарсың ерте кештің. Жарты сағат отырып жұрт алдында, ел жұртқа сізбен бірге еркелестім. Бәйгеге ат қостым деп айттың жаңа, ол әрине іс емес кеңкелестің. Атыңның шашасына шаң жұқпасын, қызғанып өзегімді өртемеспін. Өзіңнің тағдырыңды қазы шешер, атыңның озуына қарсы емеспін айқаяғы. Қазіргі дайынсыздар ма? Бегарс Шойгоков, Түркістан. Көтеріңіздер. Бұл көтеріп болдыңыздар ма? Бір тоғыз қалған ұғын. Шымберген Сүйменов. 3 тоғыз қалған ұғын.